Цикорий шашыратқым. Цикорий деген не өзі? Оны қандай адамға қажетті қасиеті бар, және оны қалай дұрыс қолданған жөн, ал қандай жағдайда оның зияны бар. Не себепті шашыратқыдан емдік шайлар жасап ішу кеңінен таралған. Оның жапырақтары әсіресе 1 метрлік тереңдік алатын тамыры қандай байлықты жасырып жүр. Бұл бейнеролигімді соңына дейін қараңыз. Шашыратқы өсімдігінің пайдасы мен зияны туралы айтамыз. Бәрімізге белгілі анықтамаларда шашыратқы латын тілінен цикориум астралалар тұқымдасына жататын 1-2 және көп жылдық шөптесін өсімдіктер сегіне жатады. Қоңыржай және субтропиктік климатта өсіп көнетін бұл өсімдіктің дүние жүзінде бар болғаны 8-10 түрі кездеседі. Осыншалықты сирек кездесетін өсімдік адамға берер ризығы мол болып келеді. Ежелгі Мысыр халқы және римдіктер емдік мақсатта қолданған бұл көк гүл туралы айтпаспын. Каналға тіркелуді сұрағым келіп отыр. Сіздің маған қолдау көрсеткеніңіз менің әрі қарай да пайдалы роликтер шығаруыма шабыт сыйлар еді. Шашыратқының табиғатта таралуы. Шашыратқы гүлінің отаны ол жерорта теңізі аймақтары болып есептеледі. Өсімдік Еуразия, Солтүстік Африкада, Оңтүстік Америкада, Австралияда, Солтүстік Америка және Жаңа Зеландияда кездеседі. Ал біздің елімізде жартылай қоңыржай климаттық белдеуде жатқандықтан шалғынды жерлерде, тоғайларда, ашық алаңдар мен егістік жерлерде өсетін бір түрі кәдімгі шашыратқы кездестіре аласыз. Ботаникалық сипаттамасы. Көп жылдық және 2 жылдық болып бөлінетін шашыратқы тегінің өсімдіктерінің сабағы 1,5 метрге дейін ұзындыққа жетеді. Сабақтары тік өседі, оны әр жерін түк басып тұрады. Тамыры жерге терең бойлайды. Оның ұзындығы 90-100 сантиметрге дейін жетеді. Кейбір түрлері 10 метрге дейін де ұзара береді. Өсімдік маусым айынан қыркүйек айына дейін біртіндеп гүлдеп тұрады. Химиялық құрамы. Шашыратқы тамырының құрамында ащы елік заттар, нәрлөз, май, инулин, аскорбин қышқылы, қант, Б дәрумені болады. Цикорийдің терең тамырлары бар түрлерінен кофені алмастыра алатын ұнтағын жасайды. Одан су тез еритін ұнтақ жасалады. Оны тек емдік мақсатта пайдалануға болады. Шашыратқының пайдасы неде? Кез келген өсімдіктің пайдасы оның құрамындағы құнарлылықта айқындалады. Ал бұл шашыратқының құрамында бар зат ол инулин. Инулиннің адам ағзасына әкелер пайдасы. Инулин ең алдымен табиғи тәтті дәмі бар полисахарид. Ол ішек жолдарында микрофлораларға қолайлы орта туғызады. Оның көмегімен ас қорыту жақсарады да ағзаға қажетті дәрумендерді бөліп алуға көмектеседі. Сонымен қатар ішек жолдарын тазаруға алып келеді және ішке газ жиналудан қорғайды. Келесі атап өту керек шашыратқы өсімдігінің байлығы ол минералдар. Оның ішінде калий. Калий қасиетінің ішінде жүрек қағысы дұрыс ритмге жетелейтіндігін айту маңызды және гемоглобинді жоғары ұстауға көмектесетін темір бар. Б тобындағы дәрумендер бар. Оларға жеке-жеке тоқталайық. Тамақ құрамында Б1 дәрумені жоқ болса, полиневрит деп аталатын ауруға шалдығады. Полиневрит кезінде нерв жүйелері қабынады, жүректің қызметі бұзылады, асқазан ішек трактісінің қызметі бүлінеді, ас қорыту сөлінің секрециясы төмендейді, судың алмасуы бұзылады, ісік пайда бола бастайды. Сондықтан Б1 дәрумені ағзада дұрыс зат алмасу үшін өте қажет. Ағза дәруменге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі үлкен ауруға шалдығуы мүмкін. Дене және ой еңбегімен көп шұғылданғанда және суық жерде ұзақ болғанда ағзаға Б дәрумені көп қажет болады. Б2 дәрумені рибофлавин. Ол да ағзаның бір қалыпты өсуіне қажетті. Биологиялық тотығу процестеріне қатысатын дәруменнің бірі болып табылады. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін сақтайды. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап кезереді, ұшық шығады, денеге түскен жарақат баяу жазылады. Б2 дәрумені ыстыққа төзімді, бірақ жарықтық әсерінен тез бұзылады. Б5 дәрумені ацетилдену және тотығу процесінде маңызды рөл атқарады. Көмірсу мен майлар алмасуына әрі ацетил холин синтезіне қатысады. Б6 дәрумені пиридоксин ақуыздардың құрамдас бөлігі болып табылатын амин қышқылдарының алмасуына қатысады. Оның жетіспеушілігі жас балалардың бойының өсуін тежеп, қан аздығы мен сезіміне тез қозғыштығын тудырады. Ал екі қабат әйелдердің бетінде қара дақ пайда болады. Б9 дәрумені тіндер өсуі, пролиферациясы, даму процестерінің қалыпты жүруі, оның ішінде қан жүруіне эмбриогенез үшін қажет, ойлау және дененің жұмыс істеу қабілетін жоғарылатады. Асқазанда тұз қышқылы өндірілуін көтермелейді. Б12 дәрумені цианокобалин қанның пайда болу процесіне қатысады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ағзада қан азаю процесі дамиды. Осындай өмірлік маңызды дәрумендер қатарын осы шашыратқы өсімдігінен алуға болады. Бұл тізіп өткенде дәрумендер тек жартысы ғана. Әрі қарай жалғастырмас бұрын каналға тіркелуді естіге саламыз.
Енді шашыратқыны қалай пайдаланған жөн? Пікір бөліміне шашыратқы ішесіздер ме, қолданасыздар ма, жаза кетіңіздер. Енді шашыратқының қалай пайдаланған жөн, сол туралы айтсақ, қағаз бен қалам алып жазып алыңыздар. Цикорийді ұнтақ немесе кептірілген күйде дүкендерден сатып алуға болады. Оны кофенің орнына ішуге де болады. Себебі оның дәмі табиғи кофенің дәміне ұқсас. Егер сізге кофе ішуге болмайды деген тыйым болса, оны осы цикориймен алмастыруға әбден мүмкін. Цикорийді кофенің алмастырушысы ретінде кесеге қайнаған суға араластырып, немесе қайнатып ішсе болады. 250 мл қайнаған суға 2 шай қасық ұнтақ ішсе, цикорий жеткілікті. Дайын болған сусынға қант немесе бал қосуға болады. Бірақ оның онсыз да тәтті дәмі бар. Ал егер тәтті дәмді жақтыртпасаңыз, куркума немесе корицаны қосып ішсеңіз тіпті керемет. Ал енді қасиеттеріне келер болсақ, мына жағдайларды ішуге болады. Егер ішке жиі жиналып немесе сіңімдерді байқасаңыз, онда 15 грамм үгітілген цикорий тамырына 600 мл қайнаған су құйып, отта 10 минут қайнату керек. Суылған соң сүзіп алып, күніне 3 мезгіл орта стакан ішіп жүрсеңіз, жақсы әсерін береді. Сонымен қатар, тұндырылған цикорий сусынынан ішсеңіз, геморрой кезінде қатты ауырсынуларды жылдам жояды. Ол үшін шикі цикорийді 5 грамм алып, 100 мг суға бұқтырып қойып, күніне 3 мезгіл ішіп жүру қажет болады. Цикорий ағзаға қалай зияны тигізеді? Осыншалықты көп пайдасы оң жағында әсер бола тұра, цикорийдің зияны да баршылық. Цикорийға аллергияңыз болған жағдайда немесе бронхлы астмаңыз болса, варикоз, созылмалы бронхит, несіп жолдарындағы тас болса, ас қорыту жолдарында жоғары стадиялы ауруларыңыз болса, ішуден бас тартқаныңыз жөн. Дегенмен, егер ойыңызда қандай да бір күдік болса, дәрігермен ақылдасыңыз. Құрметті оқырман, менің келесі мақсатым сәуір айының ортасына дейін 5000 оқырман жинау. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз маған үлкен шабыт сыйлап, мақсатыма жетуіме көмектесер еді. Сондықтан тіркеліп, лүпір қоюыңызды сұраймын. Цикорий ағзаға жан-жақты әсер етеді. Оның оң әсер беретін қасиеттерінің қасында стресс жайындандыру және жүйке жүйесін тыныштандыра алатын қыры бар. Сонымен қатар мидың жақсы жұмыс істеп, есте сақтау қабілеті мен тез ұғыну процесін жақсартады. Қан айналымындағы глюкоза мөлшерін қалыпқа келтіріп, зат алмасу жақсартады. Шамадан тыс тәбетті басып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Иммундық жүйені нығайта отырып, шаштың түсуін азайтады. Ағзадағы холестерин мөлшерін нормаландырады. Жүйке қан тамырларының жақсы жұмыс істеуіне оң әсерін тигізеді. Сонымен қатар, анемияның асқынуына жол бермейді. Несіп жолдарындағы жақсы жұмыс істеуге ықпал етеді. Сөйте отырып, бауыр мен бүйректің токсиндерін тазартуға көмектеседі.